Сәлем достар, менімен бірге күн және түн тортын жасап көріңіздер. Менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Осындай өте керемет әрі жылдам, жұмсақ торт демде дайын болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен құрақ ыдысымызға 4 дана жұмыртқамызды салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Ең әуелі миксерді жайып аяқтыға қойып, сосын жылдамдығын асырамыз. Барлық қажетті заттарды төменге жазып өттім. Ешқандай таразыны қажет етпейді. Үйдегі бар заттардан дайындалатын өте жеңіл торттардың бірі. Жұмыртқамыздың үстінен қантымызды салып, біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен қопсытқышымызды саламыз. Оны да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Одан кейін үстінен елеуішімізден ұнымызды 2-3 бөлікке бөліп салып аламыз. Міндетті түрде елеуіштен өткізіңіздер. Сосын 2-3 бөлікке бөліп салуды ұмытпаңыздар. Себебі массасы бірден басылып қалуы мүмкін. Сол себепті міндетті түрде 2-3 бөлікке бөліп барып салыңыздар. Ұнымыз бірігіп, барлығы бір қалыпты болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осы кезде пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Табамызға пергамент қағазымызды төсеп, үстінен дайын болған қоспамызды құйып аламыз. Бір тегіс етіп, лопатканың көмегіменен жайып шығамыз. Осылай біркелкетіп жайып, қызып тұрған пешке саламыз. 5-10 минут көлемінде дайын болады. Дайын болған пирогымызды осылай тесіп көреміз. Енді екінші бетін дайындаймыз. Оған да дәл солай 4 жұмыртқамызды, шекерімізді салып, біркелкі масса болғанша араластырып, үстінен қопсытқышымызды салып, оның үстінен ұнымызды салып, жақсылап араластырыңыз. Дәл бірінші бисквит секілді, тек бұл екінші қоспамызда біз какаоны араластыруымыз қажет. 2 ас қасық какаомызды қосып, жақсылап араластырып алдық. Пергамент төселген табамызға сұйықтығымызды құйып, жақсылап жайып аламыз. Біркелкетіп жайып, қызып тұрған пешімізге саламыз. Какао қосылған бисквитімізде дайын болды. Енді суығанша кремімізді дайындаймыз. Маргарин және де сгущенка керек болады. Бөлме температурасындағы маргаринді пайдаланыңыздар, еруі тез болады. Кремімізде дайын болып қалды. Бисквиттеріміз толық суығы қажет. Жақсылап суығаннан кейін барып, шет-шеттерін кішкене кесіп алдым да, ортасынан бөлдім. Міндетті түрде суығанын күтулеріңіз қажет. 2 бөлікке бөліп алдым. Дәл видеодағыдай етіп, ортасынан кішкене ұнтақтарын алып аламыз. Екінші бисквитімізді дәл солай шет-шетін кесіп алып, ортасынан теңдей етіп бөліп алдым. Бұдан да ортасынан дәл видеодағыдай етіп, кішкене түйіршіктерін алып аламыз. Бетіне сәндік үшін қажет болады. Енді бір ақ, бір қара слойдан қойып, кремімізді осылай біркелкетіп жағып, тортымызды құрастырамыз. Бірінші ақ, екінші қара, үшінші қайтадан ақ слойды қойдым. Енді ең үстіне қара слойымызды қойып, жақсылап кремімізді жағып, сәндеп аламыз. Барлық шетіне кремді жағып алдым. Енді сәндейміз. Осылай сәндеп шықтым. Өте керемет болып шықты. 1-2 сағатқа крем сіңгенше қойып қоямыз. Содан кейін кесіп жіберулеріңізге болады. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балдарыңызға, үй ішіңіздегілерге сөзсіз ұнайды. Қолдауларыңызға рахмет.